Сәлем достар, бүгінгі видеода логика мен тапқырлыққа арналған жұмбақ күтеді. Жұмбақтардың кем дегенде 80%-ын шешсеңіз, бұл сіздің ақыл ойыңыздың жоғары деңгейде екенін білдіреді. Қанша жұмбаққа жауап бергеніңізді пікірге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Жаңа үй тұрғын салынған болатын. Сондықтан пәтер иелерінің көпшілігі әлі қоныстанбаған. Бірақ белгілі, 2-ші қабатта тек бір пәтер, 5-ші қабатта 2 пәтер, 7-ші қабатта 4 пәтер, ал 9-ші қабатта 3 пәтер бар. Тұрғындар қай қабатқа жиі лифтті көп шақырады? Жақсылап ойланыңыздар. Дұрыс жауабы. Әр қабатта қанша пәтер орналасқаны маңызды емес. Үйдің әр тұрғыны өз қабатына жету үшін алдымен 1-ші қабатта лифт шақырады. Егер сіз осы сұрақты шешкен болсаңыз, лайк басып кетіңіз. Әрі қарай жалғастырайық. Номер 2 сұрақ. Қыздың таңертең сағат 5-терде өте маңызды іскерлік кездесуі бар. Ал ол болса ұйықтап қалды. Енді оған тезіректелу қажет. Бірақ бөлмедегі шам бұзылып, ештеңе көрінбейді. Қызға шкафтан бірдей шұлық алу қажет. Алайда шкафта 16 ақ шұлық пен 9 қара шұлық бар екені белгілі. Қанша ең аз әдіспен шұлық алады? Уақыт кетті. Дұрыс жауабы. 2 бірдей дұрыс шұлық бар екеніне сенімді болу үшін 3 рет ағалса жеткілікті. Номер 3 сұрақ. Патшалықта рыцарь кісі өлтір деп айыпталған болатын. Бірақ ол іс жүзінде кінәлі емес еді. Осыған орай өлім жазасына кесілмекші. Алайда патша рыцарға соңғы мүмкіндік бермек болып шешті. Шарт бойынша тостаған беріледі. Онда олардың бірінде 2 бүктелген қағаз бар. Бір қағазда өлім, екінші қағазда өмір деп жазылып тұрады. Рыцарь дұрыс таңдау жасаса тірі қалады. Сынақ алдындағы түнде рыцарға кеңесші келіп, 2 қағазда да өлім жазылып тұрады деп айтады. Нәтижесінде рыцарь таңдау қалмайды. Таңертең рыцарь қамалдың алдына шығарылды. Орындаушы оған 2 қағаздан тұратын тостағанды ұсынды. Рыцарь олардың біреуін оқып, бірнеше минуттан кейін тірі қалады. Қалайша тірі қалды? Дұрыс жауабы. Рыцарь мүмкіндік жоқ екенін білді. Алайда бір қағазды алып аузына салып тірі қалды десе болады. Кішкене логикасының арқасында міне тірі қалды. Номер 4 сұрақ. Джон мафияға үлкен қарызы бар екенін біледі. Ал бандиттер оны өлтіруге тырыспақшы. Сондықтан Джон үйден еш жерге шықпай отырды. Дегенмен бірнеше күннен кейін Джон өзін нашар сезінді және жедел жәрдем шақырды. 1 сағаттан кейін есікке қоңырау шалды. Джон есікті ашты-ашпасын тарс шауып полиция қызметкерін шақырды. Джон жедел жәрдемнің бандит екенін қайдан білді? Дұрыс жауабы. Джонға келген дәрігердің басында басқа дәрігерлер киетін арнайы айна киген. Жедел жәрдем дәрігерлері бұл құралды пайдаланбайды. Яғни Джонға келген дәрігерлер бандит болып шықты. Бүгінгі видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.